Әнші Диана Шарапова мен Алдабай тобының арасында жанжал пайда болды. Ол мына әннен басталды. Осы туынды үшін Шарапова жігіттерді сотқа берді. Продюсері әрі күйеуі Роман Мироновтың айтуынша автор тек Дианаға ғана айтуға рұқсат еткен. От автора от Еркін Сүйбаева. Әннің авторы Еркін Сүйбаевтан осы әнді сатып алған болатынбыз. Қостанай қаласына барып келіссөз жүргіздік. Аталмыш туындыны 20 жыл көлемінде тек автор және Диана ғана айта алады. Содан соң ғана бейнебаян түсіруге бел будық. Әрине шоу-бизнесте жүргенімізге 1 жыл болған жоқ. Сондықтан барлығын заңды түрде орындап қойғанбыз. Естеріңізде болса, Еркін Сүйбаев деген азамат осыдан бірнеше жыл бұрын дәл осы әнді айтқан еді. Сол кездің өзінде хитке айналды. Бірақ көпшілік оны көше әні деп қабылдады. Дәл осындай пікірде болған алдабайлық Данияр өзінің Instagram арқылы шағымын білдірді. Сондай-ақ олар 4 миллион теңге талап етіп жатыр делінген. Сөз соңында адамгершілікті алға қою керектігін және де өзара келісуге болатындығын айтқан. Алайда Миронов олардың алдынан талай өткендігін айтты. Біз Алдабай тобының продюсерімен кездесіп, шай ішіп отырып ақылдасқан болатынбыз. Кейін үшінші тарапты да шақырып сөйлестік. Ол кезде де бір мәмілеге келдік, бірақ олар сөзімізге құлақ аспады. Сол себепті осындай жағдайға барып отырмыз. Иә, расымен де бұл әннің шыққанына талай жылдар өтті. Көбісі аулаларда шырқат. Кеңінен танылған туындының авторы расымен де Еркін ба? Кімдікі бұрыс, кімдікі дұрыс? Оны әрине сот анықтайтын болады. Бұл дауды біз басты назарда ұстайтын боламыз. Сондықтан Гәкку арнасы қосулы болсын.